50-ші күн бас мейрамы жайлы Франсис папаның уағызы 5 маусым 2022 жыл. Құрметті бауырластарым, бүгін біз естіген Інжілдің соңғы сөйлемінде Исаның айтқаны бізге үміт беріп, ойлануға шақырады. Иса шәкірттеріне былай дейді: «Әкем менің атымнан қамқоршыларың киелі рухты жібереді. Ол менің сендерге айтқан сөздерімнің бәрін естеріңе салып, рухани өмірлеріңе керектің бәрін үйретеді». Жохан жазған Інжіл 14:26. Бәрін деген сөз таң қалдырады. Өзімізге мынау сұрақ қояйық: киелі рух өзін қабылдағандарға қалайша жаңа да толық түсінік береді? Бұл санның немесе ғылымның мәселесі емес. Құдай бізді тірі энциклопедияға немесе ғалымдарға айналдырғысы келмейді. Жоқ. Бұл сапаның, болашақтың, айыра білу қабілетінің мәселесі. Киелі рух бізге Исаның көзімен бәрін жаңаша қарауға көмектеседі. Мұны былайша айтайын: өмір бойындағы рухани сапарымызда киелі рух бізге неден бастау керектігін, қандай жолмен жүріп, сонымен қалай жүру керектігін де үйретеді. Киелі рух бізге неден бастау керектігін, қандай жолды таңдау керектігін, сонымен қалай жүру керектігін айтып жүр. Яғни, рух бізге өмірімен жүру мәнерін үйретеді. Біріншіден, біз неден бастауымыз керек? Киелі рух бізге рухани өміріміздің шыққан жерін көрсетеді. Ол шыққан жері қандай? Иса мұны бүгінгі Інжілдің 1 аятында айтады: «Сендер мені сүйсеңдер, өсиеттерімді орындаңдар». Жохан жазған Інжіл 14:15. Сендер мені сүйсеңдер, бәрін орындай аласыңдар. Бұл киелі рухтың ұстанымы. Алайда біз көбінесе керісінше мынадай ойлаймыз: егер мұны орындай алсақ, онда біз жақсы көреміз. Сүйіспеншілігіміз басқаға мойынсұнғанымызға, қабілетімізге, діншілдігімізге негізделген деп қателесеміз. Дегенмен, киелі рух бізге егер сүйіспеншілік өміріміздің басында болмаса, қалғанның бәрі бекер болатынын еске салады. Мұндай сүйіспеншілік тек қана қабілетімізге негізделмей, киелі рухтан шыққан жүлде болып табылады. Киелі рух бізді сүюге үйретеді, және де біз одан осы қабілетті сұрауымыз керек. Сүйіспеншілік беретін рух бізге сүйіспеншілікті үйретуші. Ол бізге сүйіспеншілікті сезінуге көмектесіп, басқаларды сүюге үйрететін рух. Ол рухани өміріміздің қозғаушы күші. Ол жүрегіміздегі барлық нәрсені қозғаушы. Дегенмен, біз бәрін рухтан бастап, рухпен бірге жалғастырып, рух арқылы орындамасақ, рухани сапарымыз орындалмайды. Киелі рухтың өзі мұны еске салады. Өйткені сол Құдайдың жадесі, ол Исаның бізге айтқан сөздерінің бәрін естерімізге салатын рух. Киелі рух жүрегімізде Құдайға деген сүйіспеншілікті қайта оятатын әрекеттегі жад есімі. Біз киелі рухтың бар екенін, күнәларымыз кешірілген әр кезде сезінеміз. Соны жүрегіміз рухтан шыққан тыныштығына, еркіндігіне, жұбанышына толған кезде сезіне аламыз. Бұл рухани жад есін сақтау өте маңызды. Біз әрқашан жолы болмауымызбен қателіктерімізді есте сақтай береміз. Көбінесе басымызда сәтсіздіктеріміз бен кемшіліктерімізді еске түсіріп, мынаны айтатын дауыс бар: «Қап, тағы да бұзылып қалдың ғой, тағы да көңілің қалды. Өзің ешқашан қайта көтеріліп тұра алмайсың, мүмкін емес қой». Бұл зұлым мен қастықты дауысы. Киелі рух керісінше,
Қайта құлап қалдың ба? Әйтсе де, сен Құдайдың сүйікті баласысың. Құлап қалдың ба? Сән әйтсе де, Құдайдың сүйікті қызысың. Сен Құдай арқылы жаратылып таңдаған ерекше, мен асыл пендесің. Рухани бұзылып қалдың ба? Бірақ басқаларды арқылы сүйікті болып қала бересің. Құдайға деген сеніміңді жоғалтсаң да, Құдай саған сене береді. Осы киелі рухтың пікірі. Киелі рух әрқайсымызға Құдай сені есінде сақтап жатыр деп үнемі айтады. Құдайды ұмытсаң да, Құдай сені ешқашан ұмытпайды. Құдай сені үнемі есінде сақтайды. Ишая пайғамбардың кітабы 49:15. Өкінішке орай, сен, бұл жай ғана көркемді сөздер ғой, менің көптеген қиындықтарым, рухани жараларым бар екен, сен мәселелерімнің ешқайсын аңғал жұбанышпен шешіліп алмайсың, деп қарсылық білдіруің мүмкін. Міне, осы мәселелердің барлығына киелі рух өзіңнен кіруге рұқсат беруіңді сұрайды. Өйткені ол жұбататын рух, емдейтін рух, өмір беретін рух. Киелі рух өзі сенің жүрегіңдегі күйіп тұрған рухани жараларды емдеп өзгерте алады. Ол қара ниет адамдар мен жағдайлар туралы ауыр азапты естеліктерімізден бас тартпауға үйретеді. Киелі рухтың осы ауыр естеліктерімізге кіргеніне мүмкіндік беруіміз керек. Киелі рух елшілерімен және олардың жіберген қателіктерімен осылай істеген. Иса азап шеккен кезде елшілер оны тастап кетті. Петр Исадан 3 рет бас тартты. Паул Исаға сенушілерді құдалаған болыпты. Осында қаншама жасалған зұлымдық, қаншама күнә бар екен. Ал біз өзіміз жасаған зұлымдық туралы ойлауды жалғастырамыз ба? Қаншама зұлым, қаншама күнә. Елшілер тырығырықтан шығудың жолын өз бетінше таба алмаған. Олар мұны жалғыз жасай алмады. Бірақ жұбаныш беретін рухтың бірге олар шешім таба алады. Киелі рух естеліктерді емдейді. Ол жат есімімізді сауықтырады. Қалай? Киелі рух мәні жоғалтқан нәрсеге мән қайталай береді, қайтадан береді. Киелі рух Құдайдың бізді қатты сүйгенін есімімізге түсіреді. Осылайша, киелі рух өмірімізге тәртіп әкеледі. Рух бізді өзіміз сияқты қабылдауға үйретеді. Басқаларды да кешіруге, өзімізді де кешіруге үйретеді. Өзімізді кешіру оңай емес. Тек қана киелі рух бізді осылай үйретеді. Өткендегі жасалған іс-әрекеттерімізбен татуласуға үйретеді. Басынан ақ бастауға өзімізді үйретеді. Киелі рух бізге неден бастау керек екенін еске салады. Сонымен қатар қай жолды таңдау керектігін үйретеді. Киелі рух бізге шыққан жерді көрсетеді. Содан кейін біз қандай жолды таңдау қажет деп білеміз. Бүгінгі екінші оқылым осы туралы бізге айтады. Онда әулие Паул, Құдай рухының жетегінде жүргендер күнәһар дене бойынша емес, киелі рух бойынша жүреді дейді. Басқаша айтқанда, киелі рух өміріміздегі жол қиылысын көріп, ең жақсы жолды таңдап көрсетер. Сондықтан киелі рухтың даусын арам рухтың даусынан ажырата білу маңызды. Осы дауыстардың екеуі де бізге сөйлейді, бірақ өзіміз киелі рухтың даусын естуді үйренуіміз керек. Сонда киелі рухты танып, бізге айтқандарына мойын сұнып, өзі көрсеткен жолымен жүре алмақпыз. Бірнеше мысал келтірейін. Киелі рух ешқашан сенің өмір жолыңда бәрі жақсы екенін айтпайды. Ол мұны саған ешқашан айтпайды. Өйткені бұл дұрыс емес.
Жоқ, киелі рух сені түзете алады. Сондай-ақ киелі рух сені жылатып, істеген күнәларыңа өкінуі мүмкіндігін саған береді. Киелі рух саған өзгертуге, өтірікпен, екіжүзділікпен күресуге көмектеседі. Тіпті ол қосымша ішкі күреспен жан тәнімен берілу қажет етеді. Керісінше, арам рух саған әрқашан өзіңе ұнайтын және қалаған нәрсені істеуге итермелейді. Арам рух сенің өз бостандығыңды өз қалауыңша пайдалануға құқығың бар деп санаңа сіңіреді. Бірақ содан кейін, сен жүрегіңде бос болған кезде, бұл азапты тәжірибе, сен өз жан дүниеңнің бос қалғанын сезінесің. Көбіміз мұны сезіндік. Ал рухани бос қалған кезде, арам рух сені айыптай бастайды. Арам рух азаптаушы болып, сені кінәлайды, сені жерге тастап құртады. Алайда, жолыңда түзететін киелі рух сені ешқашан жерде қалдырмайды, ешқашан. Киелі рух әрқашан қолыңнан ұстап, жұбатып, сені жігерлендіреді. Жүрегіңде мұң, пессимизм, мұңды ойлар өршіп тұрғанын байқаған кезде, біз мұны қанша рет бастан өткердік. Бұл ешқашан киелі рух арқылы болмайтынын білуің керек. Қайғы, пессимизм, мұңды ойлар ешқашан киелі рухтан келмейді. Олардың барлығы терістікте өзін жайлы сезінетін және осы стратегияны жиі қолданатын арам рухтан шығады. Арам рух шыдамсыздықты, өзін-өзі аяушылықты тудырады. Өзін-өзі аяу өте жаман нәрсе. Өйткені ол арқылы адам қиын кезде басқаларды сынай бастап, әр кінәні басқаларға аударады. Өзін-өзі аяу адамды қобалжытады, сенімсіз ренжітеді. Өзін-өзі аяу бізді ренжітетін және жерлеу шеруі атмосферасын жұқтыратын арам рухтың іс-әрекеті. Ал киелі рух бізді ешқашан үмітімізді үзбеуге жол бермей, жаңадан бастауға әрқашан шақырады. Ол тұр деп бізді жігерлендіреді. Киелі рух әрқашан бізге қол ұшын беріп, бізді жоғары көтереді. Қалай? Ол бізге шешімі беруші болуға, біз үшін басқа біреудің бастауын күтпеуге көмектеседі. Ал содан кейін киелі рух шағымдарды емес, біз кездестірген әрбір адамға үміт пен қуаныш әкеледі. Сондай-ақ, ешқашан басқаларды қызғанбаңдар, ешқашан. Қызғаныш арам рух кіретін есік. Киелі кітапта шайтанның дүниеге қызғаныш арқылы кіргені айтылған. Ешқашан қызғанбаңдар, ешқашан. Киелі рух сендерді үнемі жетелеп жүріп, келесі сөздермен басқалардың жетістігіне қуануға көмектеседі. Жетістікке жеткеннің қандай тамаша. Соның үстіне, киелі рух ақиқат орындаушы. Киелі рух өтірікші емес. Киелі рух біздің осындағы және қазіргі нәрселерге назар аударымызды қалайды. Өйткені тұрған жеріміз, өмір сүріп жатқан заманымыз Құдай рақымына толтырылған мекен. Құдай рақымының осы мекені бүгінде, осында және қазір бар нақты орын шынымен бе? Дәл солай, осы ойдан шығарылған қиял емес, сені әрқашан белгілі бір жақсылыққа жетелейтін киелі рух. Арам рух керісінше, бізді осындағы және қазіргі нәрседен алшақтатып, басқа жерге апарғысы келеді. Арам рух жиі біздің назарымызды өткенге, ұятқа, сағынышқа, біз жасай алмаған нәрселерге аударады. Сондай-ақ, арам рух біздің ойларымызды белгісіз болашақтан қорқынышымен толтырады. Арам рух біздің санамызды қорқынышқа, иллюзияға және жалған үміттерге толтырады. Киелі рух керісінше, бізді осындағы және қазіргі адамдарды сүюге шақырады. Ол бізді осы мінсіз әлемді емес, мінсіз кідесені емес,
мінсіз жамағатты емес, алайда күн шуағынан шыққан ақиқатты, соның мөлдірлігі мен қарапайымдылығын сүюге үйретеді. Адамдарды айыптауға, өсекке, дауға итермелейтін арам рухтан айырмашылығы осында. Өсек айту адамның қадір қасиетін кетіретін зұлымдық. Киелі рух арамыздағы бірлік болғанын қалайды. Киелі рух қазір заманда да бізді кілесе арқылы біріктіреді. Кілесе үйрететін үшінші және соңғы аспект – бұл ақиқат жолымен қалай жүруіміз керек. Исаның шәкірттері жоғарғы бөлмеде жасырынып жатты. Бірақ сол кезде киелі рух соларға қонып, соларды сыртқа шығарды. Киелі рухсыз шәкірттер өздеріне жабылды. Бірақ киелі рухтың көмегімен олар барлық адамдарға ашылды. Әрбір заманда киелі рух адамның жоспарларын өзгертіп, соны жаңа нәрсеге ашты. Әрқашан жаңа нәрсе бар. Ол киелі рухтан шыққан жаңалығы. Киелі рух әрқашан кілесені басқаларға қарсы алып, ізгі хабарды жариялауға үйретеді. Өзімізді жаба алмаймыз. Біз басқалардан өтпейтін дуалмен қоршалған отар сияқты бола алмаймыз. Біз арқылы барлық адамдар Құдайдың әсемдігінен дәм татуы үшін біз ашық жайлау сияқты болуымыз керек. Киелі рух бізді қорғаныш қабырғалары жоқ қонақжай үй болуға үйретеді. Бірақ осы күнәһар дүниенің рухы керісінше бізді тек өз проблемаларымызға, тек өз мүдделерімізге, тек маңызды болуға ұмтылуға, тек ұлттық және әлеуметтік болмысымызды табандылықпен қорғауға шақырады. Киелі рух мұны істемейді, керісінше. Киелі рух бізді өзімізді ұмытып, айналамыздағы әлемді ашуға шақырады. Осылайша киелі рух кілесені жасартады. Кілесені адамдар емес, тек қана киелі рух жасарта алады. Біз кілесені аздап қалпына келтіруге тырысамыз, алайда бұл пайдасыз екен. Алайда киелі рух кілесені жас етеді. Өйткені келесе адамдардың бағдармалау мен жүйелі жаңартуға бағынбайды. Киелі рух бізді жалған іскерліктен босатады. Киелі рух бізді ескі және сонымен бірге әрқашан жаңа жолдармен жүруге шақырады. Мұның бәрі сенімді білдіретін жолдары, кішіпейілдік көрсететін жолдары, миссияға әкелетін жолдары. Осылай жолдарымен жүргенде біз өзімізді менменшілдікпен босатып, айналамыздағы адамдармен кездесуге шыға аламыз. Бір қызығы, сайып келгенде киелі рух бөлінудің, кейбір шаталасулардың, кейбір тәртіпсіздіктердің себебі болып табылады. 50-ші күн мейрамының таңы туралы әңгімелейтін оқиғаны еске түсірейік. Содан кейін киелі рух жалындай жалаңдаған тілдерді жіберіп, шәкірттеріне алуан дарындар берді. Және де осы нағыз тәртіпсіздік болды екен. Бірақ сонымен бірге киелі рух үйлесімділіктің себебі болып табылады. Ол алуан түрлі дарындар береді, бірақ бұл жалған түсінікті айырмашылық, өйткені шынайы айырмашылық үйлесімділікке негізделген. Киелі рух түрлі дарындар арасындағы айырмашылықты жасайды, және осы бөлудің барлығымен үйлесімділік әкеледі. Бұл кілесенің рухани байлығы екен. Бауырластарым, киелі рухтың мектебіне кірейік. Сонда киелі рух бізге бәрін үйретеді. Құдай бізге қарап тұрғанын әрқашан есте сақтауымыз керек екенін еске салу үшін оны күн сайын шақырайық. Киелі рухтың даусын тыңдау арқылы шешім қабылдайық. Киелі рухқа мойынсұнып, әлемге ашық болып, біртұтас кілеседе бірге жүрейік. Аумин.